Балаға ескерту айтпас бұрын мына 4 сүннетпен танысыңыз. Әуел сөз басымызды тарихтан бастағанды жөн көрдік. Алла тағала адам баласын ұлттарға, ұлыстарға бөліп жаратқан. Қасиетті Құранда былай делінген: «Уа адамдар, шүбәсіз сендерді бір ер мен бір әйелден жараттық. Сондай-ақ сендердің бір-біріңмен танысып, татуласуларың һәм бір-біріңе қамқоршы дос болып, өзара жәрдемдесіп, тату-тәтті өмір сүрулерің, әрі жер бетін көркейтулерің үшін сан алуан ұлыстар мен руларға бөлдік. Ендеше әр ұлттың дүние танымы, салт дәстүрімен бірге ұлы ислам дінін ұстану ерекшелігі болуы да заңды. Қазақ елінде ешкімге ұқсамайтын ұлттық ерекшеліктері болуымен бірге мұсылмандықпен біте қайнасып кеткен өзіндік ұстанымдар бар. Мысалы, қазақ елінің тарихына, бұрынғы батыр, дана бабаларымыздың қалдырған үлгі өнегесіне көз жүгіртсек, онда Құран аяттары мен пайғамбар сүннетіне қаншалықты терең мән берілгенін байқау қиын емес. Күнделікті өмір тіршілігімізде болсын, мінез құлқымызда болсын, сөйлеген сөздерімізде болсын, ислам шариғатының жұпары аңқып тұрғанын байқаймыз. Тіпті кейбір оқиғалардан қазақ халқының ислам шариғатын құры тілмен емес, өмірде іске асырып ұстанғанын байқаймыз. Тарихтан бір ғана мысал келтірейік. Жоңғар мен Қалмақ елімізді қайта-қайта шапқан жортуылдарынан енді ғана есін жинап, жауды жеңе бастаған кезі болатын. Әсіресе Қабанбай батыр бастаған Аңырақай шайқасынан кейін Қалмақ әскері жан сауғалап қаша береді. Босып барып Алатау бөктерін сағалағысы келеді, бірақ ол жерден пана таппайды. Жосып келіп, Торайғыр тауына табан тірегенмен, ол жерде де қазақ батырларынан қатты соққы көріп күйрейді. Жауды қуған Хангелді, Наурызбай батырлар Тәңір тауындағы жұлдыз жұтасынан асырып, Тұрпан ойпатына құлатып жібереді. Еңсесі көтерілген қазақ батырлары сәйгүлік баптап, бәйге шаптырып, арқасын кеңге сала бастайды. Сондай бәйгелердің бірінде бір баран ат қалың топтан арқан бойы озып жалғыз келе жатады. Мәреге жақындағанда ат үстіндегі бала «Райымбек, Райымбек» деп ұрандап келе жатыр екен. Үлкен кісілер бұрын соңды бұндай ұран естімеген. Сөйтсе, Хангелді батырдың немересі Райымбек өз атын ұрандап келеді екен. Қаршадай баланың ұрандағаны несі? Бір бәлені бастап жүрмесін. Мұндай қылықты тезірек тыю керек, деп қарт кісілер ашуланып қалады. Сонда араларындағы әлмерек абыз, бұл балаға ешкім тиіспесін, өзім сөйлесемін, дейді. Абыр сабыр басылғаннан кейін қария Албырт Райымбекті шақырып алып, еркелете маңдайынан иіскейді. Сөйтіп, жай ғана: «Балам, сен неге өз атыңды ұраңқып шақырдың?» деп сұрайды. «Ер жеткен соң батыр атанып, әлемге ұран болсам деп армандағаным ғой, ата», деп жауап қайырады жас Райымбек. Арманшыл баланың тапқырлығына сүйсінген әлмерек абыз қол жайып бата береді. «Балам, тілеуің хақ, Құдай қолдасын. Жауың даусыңның жаңғырығынан жасқанып, жер жастансын. Айбарың артып, жаратқан жар болсын. Төбеңе нұр үйіліп, маңдайыңды күн сүйсін». Сол Райымбек ер жеткен соң жауына дес бермеген айбынды батыр атанады. Міне, бұл оқиғаны естіген адам мұның қай жерінде шариғат бар деуі мүмкін. Бірақ шындығында бұл оқиғаның астарында пайғамбарымыздың бір сүннеті жатыр. Бір кісі пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға Әмір ибн Рай деген баланы дедектетіп жетектеп келеді. Қатты шошынған бала пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға әрең жақындайды. Әлгі кісі: «Мына бала менің құрма ағаштарыма тас лақтырып, құрмаларымды ұрлап жүр. Лайықты жазасын беріңіз», деп шағымданады. Үрейленген бала тіпті дірілдеп кетеді. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам жас балаға жылы жүзбен қарап, жұмсақ қана тіл қатады. Тіпті сөзін «Балапаным» деп бастайды. Бұл сөзді естігенде үрпейіп тұрған баланың көңілі орнына түседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам баланы өзіне жақын тартып, әрі қарай сұрақ қояды. «Балам-ау, сен неге ұрлық жасадың?» Бала: «Қарным ашты»,
дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, бұдан былай қарның ашса, ағаштың басындағы құрмаларды емес, жерге төгілгендерін ғана теріп же, дейді. Содан соң баланың кеудесіне қолын қойып, «Уа Алла тағалам, баланың қарнын тойдыра көр», деп дұға жасайды. Міне, енді ардақты пайғамбарымыз бен Әлмерек абыздың оқиғасында ұқсастықтар бар ма? Әрине бар. Әлмерек абыз бала Райымбекке келген жерден ұрысып дүрсе қойған жоқ, еркелетіп, маңдайынан иіскеді. Бұл пайғамбарымыздың «балапаным» деп жылы сөзбен бастаған бір сүннетіне сай келеді. Екіншіден, неге сен өз атыңды ұран қып шақырдың деп болған істің себебін сұрайды. Бұл да сүннет. Үшіншіден, балам, тілеуің хақ деп жас балаға әрі қарай ұстанатын бағыт берді. Пайғамбарымыз да әлгі балаға дұрыс бағыт көрсеткен. Демек, бұл да сүннет. Төртіншіден, ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жас балаға болған жағдайға байланысты дұға жасады. Әлмерек абыздың Райымбекке берген батасы бұл сүннетке де сай еді. Негізінде бұл екі оқиға бүгінгі педагогтар мен бала тәрбиелеп жүрген ата-аналарға таптырмас үлгі. Осы төрт сүннетті ұстанған тәрбиеші еш уақытта қателеспейді, мақсатына жетеді. Бұл төрт сүннет мыналар. Бір нәрсені абайсызда бүлдіріп алған балаға ұрса жөнелмей, жылы сөзбен бастау: «Қарағым, шырағым, айналайын, ботам, құлыным, балапаным» деген сөздерді айтуға болады. Екінші, болған істің себебін сұрап алу. Өйткені бір нәрсенің салдарымен емес, себебімен күресу керек. Үшінші, болған жағдайға байланысты дұрыс бағыт беру. Төртінші, жағдайға байланысты балаға дұға жасау. Міне, осы төрт сүннеттің бала тәрбиесіндегі маңызы үлкен. Сондықтан ұл қызының келешегінен үміт күткен ата-аналар бұл оқиғалардан үлгі алады деген ойдамыз. Алла тағала өсіріп отырған перзенттерімізді ибалы, иманды етсін.